Алан, мына суреттегі кім? Бекзат Саттарханов, мықты боксшы, олимпиада чемпионы. Енді біліп жүретін боламын. Жақында осы жерде спортшылар жарыс өткізді. Жарысқа көп адам қатысты. Дана, осы сөйлемдердегі жұрнақ жалғанған сөзді тауып көрші. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ деп атайды. Демек жұрнақ жалғанған сөз боксшы сөзі. Дұрыс айтасың. Ал енді жалғанған сөз қайсысы? Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау деп атайды. Демек жалғанған сөз жарысқа сөзі. Жұрнағы мен жалғауы қатар келген зат есім бар ма? Спортшылар. Дұрыс, жарайсың. Білгенің жөн. Жанр әдеби шығармалардың жеке түрі, көркем әдебиеттің салалары. Жанрдың бірнеше түрі бар. Өлең, ертегі, әңгіме, мақал-мәтел, жаңылтпаш, тағы да басқалары. Өлең, поэзия, ырғаққа, ұйқасқа құралған көркем шығарма. Қара сөз, проза, көркем әдебиеттің үлкен бір саласы. Өлең сөзден, поэзиядан айырмашылығы, онда сөз ырғағы еркін, өлеңдегідей қандай да бір белгілі өлшем сақталмайды.